Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. Қазақстанның белгілі актері әрі режиссері, халық әртісі Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың 110 жыл толуына орай Дархан Дарыны Даланың атты киноэпопеяны онлайн оқырман назарына ұсынамыз. Кеңестік социалистік республика одағының халық әртісі және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлықтарының иегері. 30 жылдары Алматыдағы Қазақ драма театрында творчестволық жолын бастаған. Театрда өзінің актерлық және режиссерлық мектебіне балаған Шәкен Айманов қазақ сахнасындағы қайталанбас образдармен, спектакльдермен тарихта қалды. Киноға келгеннен кейінгі мезгілде ондаған рөлдерді ойнап, махаббат туралы аңыз, дала қызы, біз осында тұрамыз, біздің сүйікті дәрігер, бір ауданда, ән шақырады, жол қиылысы, алдар көсе, ата мекен, тақиялы періште, атаманның ақыры фильмдерін түсірген. Суреткер кез келген фильмінде өзінің еліне деген сүйіспеншілігін, туған халқының болмысын әрбір фильміне арқау етіп, қазақ үшін өте маңызды деген тақырыптарды көтерген көрнекті тұлға.